Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан жұмсақ, үлпілдек болып шығатын және де табадан алғаннан кейін мүлдем басылып қалмайтын оладушкидің рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Дәл осы мен көрсеткен рецептпен жасайтын болсаңыздар, ешқашанда оладушкилеріңіз басылып қалмайтын болады. Және де қаймақпен ұсынсаңыздар да тіптен дәмі керемет үйлесіп кететін болады. Яғни видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін менің каналыма қызыл кнопканы басып тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге небәрі ұн, қаймақ, қант, жұмыртқа және шым-шым тұз керек болады. Және қопсытқыш қажет. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантты саламыз. Екі қоспаны жақсылап, қантымыз ерігенше жақсылап венчикпен араластырамыз. Венчик болмаса, шанышқымен араластыруға да болады. Яғни біздің қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Шым-шым тұзды қосып жібереміз және тағы араластырамыз. Енді қаймақты қосамыз. Қаймақ міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Яғни алдын ала шығарып дайындап қойсаңыздар болады. Қаймақ 20% қаймақты қолданамыз. Егер қаймақ салқын болатын болса, біздің оладушкилеріміз көтерілмей қалады. Сондықтан қаймақтың жылы болуын қамтамасыз етіңіздер. Жақсылап араластырып алдық. Үстіне қопсытқышымызды саламыз, яғни 1 шай қасық қопсытқыш саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды саламыз. Яғни ұнның барлығын түгел салып жібереміз. Және жақсылап венчикпен бізде комочек, түйіршіктер қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Бізде қою масса болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырды 10 минутқа демалдырып қоямыз, яғни ешқандай да қозғамайсыздар. 10 минут біздің қамырымыз жақсылап демалып тұруы керек. Табамызды ақырын отқа қоямыз, яғни отты үлкейтпеңіздер, ақырын отта қойып, осылай табаны майлап отыратын боламыз. Майды шылқылдатып құймаңыздар, яғни осылай майлап әр массаны құйған сайын майлап отырсаңыздар жеткілікті. Қазір массамызды ешқандай да араластырмай, қозғамай, осындай 2 қасықтың көмегімен массамыздың барлығын құйып шығатын боламыз. Мінекей осындай әдемі болып қызарып шықты. Енді келесі бетіне аударып, және осылай қызартып алып пісіріп шыға береміз. Дайын болған оладушкилеріміз міне осылай аламыз. Әдемі болып көтеріліп шықты. Мінекей барлығын дәл осылай қайталап пісіріп шыға беретін боламыз. Мінекей біздің оладушкилеріміз де пісіп дайын болып жатыр. Мінекей осылай көтерілген күйінше қалады. Табадан шығарғаннан кейін де ешқандай отырып қалмайды. Дәл осылай үлпілдек, жұмсақ көтерілген оладушкилерімізді дайындап шығатын боламыз. Мінекей достар,
біз бір сәтте осындай пышный оладушкилерімізді жасап дайындап шықтық. Мінекей, қазір сіздерге ортасын көрсететін боламын. Міне сондай жұмсақ, міне ортасы да толықтай піседі, әрі үлпілдек тұр. Және қаймақпен, балмен, джеммен ұсынсаңыздар болады. Дәмі тіпті керемет үйлесіп кетеді. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.